Ең керемет қабілеттер комикс әлемі үшін ең маңызды рөл атқарады. Керемет қабілет әрине комикс кейіпкерлерінің қолында. Комикс бойынша Марвелдің сиқыршы және көзбайлаушы кейіпкері Доктор Стрэндж туралы 5 факт және өмірі мен оның басқа да тұстарын айтатын боламыз. We're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Доктор Стрэндж. Сиқыр, иллюзия, гипноз – бұл Доктор Стрэндждің басты қабілеті болып табылады. Доктор Стрэндж алғашқы комикстерде 1963 жылы Strange Tales американдық журналының 110-шы басылымында шықты. Доктор Стрэндждің толық есімі доктор Стивен Винсент Стрэндж. Кейіпкерді суретші Стив Дитко мен сценарист Стэн Ли ойлап тапты. Жалпы кейіпкерді өзімшіл хирург деп сипаттайды. Жақсылық жасау оның қаһарман екенін дәлелдейді. Ол өзінің сиқырымен қара сиқыр мистикалық шабуылдардан жерді қорғайды деп өз тарихын өзгертті. Доктор Стрэндж алғашқы мамандығы хирург болып қызмет атқарып, кейіннен жол апатына түседі. Жол апатынан аман қалған Стрэндждің екі қолы жансыз күйде қалады. Оны білікті дәрігерлерде емдеп жазалмады. Ол әлемді шарлап ем іздейді. Нағыз шипаны Тибет тауынан тапты. Ол жерге келгенде бірнеше жауынгерлер мен сиқыршыларды көреді. Ол жерде Стрэндж Вонг есімді сиқыршымен достасады. Стрэндж храмға кіріп, қолын қайта емдеуге қадамдар жасайды. Бұл қадам Стрэндждің өмірін түбегейлі өзгертті. Бұл қадамнан кейін ол хирург емес, мистиканың мастері, сиқырдың жоғарғы лауазымына көтерілген Доктор Стрэндж есімімен сиқыршы болады. Доктор Стрэндж ақсақалдың сиқырының арқасында жансыз қолы қозғалды. Ол сиқырдың қандай керемет екеніне көзі жеткен соң, ақсақалды сиқырды үйретуін сұрайды. Сиқырды үйретіп жаттықтыруды мастер Мордоға тапсырады. Мордо мен ақсақалдан алған сабақтары оның мықтылығын шыңдай түсті. Доктор Стрэндж сиқырлы уақыттасын мықты қоршаған Агамото тұбарына ие болады. Сиқырға тұнып тұрған кітаптарды қара күш иелері ұрлауға тырысатын. Ақырында ол емделуге кеткен сапармен қайта оралуында ол сиқыршы болып, нағыз сиқырдың майталманы болып оралады. Доктор Стрэндж сиқырдың шебері болып, оған мистикалық теріс күштер қауіп төндіреді. Бізге көрінбейтін әлемде белгісіз күштермен шайқасатын Доктор Стрэндж туралы 2007 жылы Доктор Стрэндж құпия сиқыр ордені атты анимация жарық көрді. Доктор Стрэндждің қабілеттері гипноз, телепортация, телекинез, иллюзия, ошу, уақытты қайта айналдыру, уақытқа манипуляция жасау, мистикалық күшті басқара алады. Астралды және психикалық проекция, жоғарғы деңгейдегі интеллект, қарақ сиқыр туралы жоғарғы білім алуы, тағы да басқа ашылмаған керемет таңғажайып қабілеттері бар. Алып күштің көбісі Агамото көз тұмарында тұр. Доктор Стрэндж Марвелдің ең мықты қаһарманы және кек алушылардан мықтылығы жағынан алдағы қатарда тұр. жылы үздік топ 200 керемет комикстардың арасында Доктор Стрэндждің комикс бөлімі 83-ші орынды иеленді. Ал Агиен нұсқасы бойынша үздік топ 100 комикстарда 32-ші орынға ие болды. Осы орындардың арқасында Доктор Стрэндж Марвел киноғаламына қосылды. Marvel Studios 3-ші фазаның 2-ші фильмін жүзеге асырды.
Фильмнің тарату құқығы Walt Disney Studios Motion Pictures'ке тиесілі. 2016 жылы алғашқы кек алушы қарсы тұру фильмнен кейін Скотт Дриксон режиссер ретінде әрекет етіп, Джон Спитц сценарий жазу арқасында технофантазия жанрында Доктор Стрэндж атты фильмді түсірді. Бұл фильмде кейіпкеріміздің тарихы баяндалады. Кейіпкеріміздің рөлін британдық актер Бенедикт Камбербэтч сомдап шықты. Фильм бүкіл әлем бойынша 677 миллион доллардан астам соманы жинады және сыншылар тарапынан оң қабылданды. Сондай-ақ ол үздік көрнекі әсерлері үшін Оскарға ұсынылды. Бенедикт Камбербэтч кино туралы былай деп жауап берді: буддистермен бірге Үндістанның Непал үйінде өмір сүрдім. Ол жерде тұрмыс-тіршілік қиындығын көрдім. Тіпті кейіпкер үшін сиқырды жасау маған қиын болды деп өз фильміне сипаттама берді. Фильмнің тарихы актриса Тильда Свинтон сомдаған ақсақалдың керемет сиқырмен Доктор Стрэндждің қандай шәкірт болып шыққаны туралы айтылады. Актер Мадс Миккельсен қара сиқырдың құлы Кетсили өзі келген әлемнен басқа да секталарды және сиқырлы кітаптарды храмдар мен кітапханалардан ұрлап кетіп отырды. Кетсили жерді өзгерту мақсатында өзінің әлеммен байланыс жасаған сәтте Доктор Стрэндж оның әлеміне қадам басады. Бұл кезекті қадамында Доктор Стрэндж кездейсоқ Дарын Мамуды кездестіріп қалып, оған әлемге жүргізгелі тұрған әмірін тоқтатуын талап етеді. Осындай аймақта зұлымға талап қойған үшін Доктор Стрэндждің көзін құртып жібереді. Бірақ Доктор Стрэндж уақытты қайта артқа айналдырып, Дарын Маму, мен келісімге келдім деп қайта келе берді. Ақырында Дарын Маму жеңілді. Сонымен Кетсили жеңіліп өз әлемдеріне қайтады. Осылай фильм аяқталғаннан кейін Доктор Стрэндждің екінші бөлімін 2020 жылы шығаруды жоспарлап отыр. Бұл фильмде Дарын Маму қайтып келеді. Жеңілген күреске тоймайды. Бұл жолы ол Карл Мордонмен бірігіп шайқасу мүмкін. Доктор Стрэндж басқада фильмдерде болғанын білесіз бе? Бұл фильм аяқталған соң, Доктор Стрэндж Тор Рагнарёк фильмінде Тор мен Локиға жол сілтеп жіберуге көмектеседі. Доктор Стрэндж енді кек алушылар қатарынан көрінді. Бірнеше қаһарманнан құралған фильм Кек алушылар шексіздік соғысы. Бұл фильмде Доктор Стрэндждің уақыттасы маңызды болып табылады. Фильмде Доктор Стрэндж Тонидің тобында болады. Бұл фильмде Стрэндждің таңдауы Тонидің өміріне түсті. Ал Танос ешқандай сиқырсыз уақыттасын Тонидің өміріне айырбастады. Кейіпкеріміз фильмнің соңында бірнеше қаһарманмен бірге күлге айналып көзден ғайып болды. Олардың қайда, қай жаққа кеткені әлі нақты белгісіз. Бұл туралы құмырсқа адам мен Сона немесе Капитан Марвел фильмдерінде жауап беріп кетеді деп ойлаймын. Доктор Стрэндж туралы 5 факты аяқтадық. Ал кейіпкеріміз туралы танып білген боларсыз. Оның фильм тарихы туралы да баяндадық. Ал егер видеомыз көңіліңізден шықса, лайкты басып, арнаға тіркел.